Ондай шаралардың қазақ мәдениетін дамытуға өте зор ықпалы тиеді. Өйткені мынау ұлттық тағам дегеннің өзі айтып тұр ғой. Ұлттық тағамда ұлттың құндылығы болады. Еврей деген бәріңіз білесіздер ғой. Соларда мынандай жүйе бар. Ұлттық тағам арқылы ұрпақтың құт тәрбиелейді, еврей тәрбиелейді. Жаңағы еврейдің ұлттық тағамын жесең, асқазанның қорыту процесінің өзі сенің еврей екеніңе аяқ болады. Сол сияқты мысалы ұлттық тағамнан, мысалы ұлттық құндылықтардан қол үзген адам өзі ұлттан да қол үзеді ғой. Сондықтан мына ұлттық тағамның өзі деп айтқаным үшін біз қазір ұлттық тағамды жемейтін болдық, орнын алды кола ішетін болдық, қымыздың орнына кола ішетін болдық, қодақтың орнына лағман жейтін болдық, көженің орнына борщ ішетін болдық, еттің орнына палау жейтін болдық. Бұл да біздің ұлттық бет-бейнемізден айырып жатыр. Сосын мына сіздер білесіздер, мысалы кез келген қаланың баласының өзі құт дегенде аузында сілекей еңбек. Соның өзіне биологиялық, психологиялық процесс жүреді. Ал енді ұлттық тағам жемеу деген, ол мысалы ұлттық музыка тыңдамау, тілінде кітап оқымаумен сондаймен тең нәрсе. Сондықтан ұлттық тағамға келу керек, ұлттық тағамға оралу керек, ұлттық тағам бар жерде осындай иіс шығып тұрады. Осыны біз ескеруіміз керек. Мысалы осы уақытқа дейін Алматыда бір қазақтың дәмханасы болған жоқ. Сұмдық емес пе? Бұл Астанада қазақтың дәмханасы жоқ. Қазақтың бас қосатын жері жоқ. қазақтың қымызханасы жоқ осы уақытқа дейін. Мына 20 ғасырдың басында қазақ зиялыларының дамуы ең күшті болды. Баян жәрмеңкесі деген жәрмеңке болған. Сонда қымызханалардың көп көшелер тұрған. Семейде. Сонда мысалы алаш идеясы дүниеге келді. Қазақтың мынау Біржан Сал ақан сербастағы үлкен өнері дүниеге келді. Соның барлығы мына дастархан дейді, қазақтың дастарханы академия сияқты. Бүкіл өрелі ойлар, ұлы идеялар осы қазақтың дастарханының басында туады. Қазір ғылым академиясы түк та жоқ. Ғылым институттарда түк та жоқ. Барлығы сатылып кетті. Қазақтың басы қосылмайтын болды. Ғалымдардың бәрі қосылып кетті мысалы. Өлтіріп жалған академиктер шығып жатыр, ғалымдар шығып жатыр. Ал енді жалғандыққа қарсы істеуіміз керек. Қазақтың басын осындай қазақтың ұлттық асханаларында, ұлттық оқиғаларында қосуымыз керек. Қазақ тыныш жеу керек. Тыныш қазақтың басына көл ойлар керек. Қазақ ет жеу керек. Осының барлығы үлкен ауқымды түрде ойлануда қазақтың өзінің асханасы, өзінің тамақ ішетін болу керек. Біз қашанғы өзбектің тамағын ішеміз, біз қашанғы ұйғырдың тамағын ішеміз. Енді қазір Қытайдың кухнясына көшіп жатырмыз, Жапонның сушиіне тартып жатырмыз. Оның барлығы ана білінбейтін процесстер ұлтты әсіресе жас ұрпақты қазақтан ұлттан жердің әкеліп соғады. Қытайдың барлығы шетелдің мына үлкен жастарымыз бүгін болып қалды. Бірнеше жылдар, 25 жылдар енді мен қазаққа қайран қаламын тұрғына. 25 жыл бойы үздіксіз бізге шабуылдап жатты. Діни экспансия, музыкалық экспансия, асханалар шетелдік киімімізде жоқ қойған. Дініміз қалмады. Біздер қазақтың тәні ғана қалып кетті. Енді сол тәнді немен көріп көреміз? Тәнді сол өзінің ұлттың тамағымен, ұлттың сусынымен, әнімен, күйімен, киіммен көріп көндіру керек. Әйтсе мынандай алмағайып заман қазір. Сіздер білесіздер, бәрі. Бұл соғыстар шығып жатыр. Информациялық соғыс, ақпарат соғысы, діни соғыстар, межелі ағымдар. Олында жаңағы бізге әртүрлі музыкалардың, ағымдардың келуі. Сосын қаптаған Қытайдың, Жапонның, тіпті қазір Вьетнамның рестораны ашылды. Ең керемет Кумның көшесінде қазір Вьетнам рестораны жұмыс істеп тұр. Оның жарнамасын қарасаңыз бүкіл Алматыда білінбеген жері жоқ. Сонда біз неге деген қауіпті дейсіз, өзіміздің бір асханамыз жоқ. Осы тұрғыдан алғанда өте үлкен жоба деп айтуға болады. Бірақ енді өкініштісі мен ана күні мына Түркебаев көшесімен
Үркебаева Дүйсенова. Дүйсенов, Мырзабек Дүйсеновтен керемет ағамыз болған. Соның көшесіндегі неде болды. Мысалы, қарасаңыз. Осы Бірінші ашылған. ашылды. Соңында да бір қазақтың жазушысы жоқ. Соңында да бір қазақтың ақыны жоқ. Бір өнерпаз жоқ. Бұл да тас дер. Мысалы енді ақын жазушыларымыз керемет болады. Ойбай қазақтың баянбай, анасыбай, руханият-ай, ән-ай, күй-ай, жазу-ай, сұлулық-ай деп. Бірақ енді мына реалды өмірде бұлар жоқ. Осы жерде жүру керек қой. Осы жерде бір-екі ақын жазушысы, жаңағы үлкен ақсақалдарымыз отырса, жасыпбаққа батасын беріп, міне осының өзі мынау біздің бір неге Ереке, кешіңіз болса. Осындай фонтан сияқты, Арабтың мұнайы сияқты атқылайды. Ал, баса бер. Ал келіңіздер, құрметті қадірменді игі жақсылар, ата әжелеріміз, келіңіздер, дастарханның басынан орын алуларыңызды сұраймыз.